Рахмет. Ассаламағалейкум, құрметті ағайын туыс бауырлар, тойларыңыз құтты болсын. Дәл осындай той әрбір шаңыраққа жұғысты болсын. Ұрайын деп жатқан қошеметтеріңізге рахмет ағайын. Той құтты болсын. Рахмет. Сәлем бердім үлкен кіші ағайын, өздеріңмен нұрға толсын маңайым. Ақ тілекті арнап жүрген сіздерге ашайын мен көңілдің кең сарайын. Найзасын қырларға қаққан қазақ, тіл көзбен жаманаттан сақтан қазақ. Ағайын туысқанның басын қосып дүркіретіп той жасап жатқан қазақ деп. Тұрлыбековтер әулетіне бір қошемет тұрсаңыздар, нұр үстіне нұр болмақ. Той құтты болсын, құрметті ағайын. Рахмет, құрметті ағайын. Бүгінде әкеміз Құдірет және анамыз Гүлжихан, бұл кісілер немерелеріміз атқа қонды деп, ер азамат болды деп, қуаныштары қойындарына сыймай жүр, құрметті ағайын. Той иелері Самат ағамыз бен Алтынай әпшеміз, бұл біздің бір асқан-тасқанымыздан жасап жатқан тойымыз емес, бұл біздің бір ағайын туыс бауырларымызбен бірге қуанышымызды бөлісейік деп жасап жатқан тойымыз деп, алдарыңызға баладай көңілмен даладай дастархан жайып отыр, құрметті ағайын. Ендеше той иелерінің құрметі үшін бір қошемет ұрсаңыздар, нұр үстіне нұр болмақ. Той құтты болсын. Бүгінде той иелері кішігірім тост жазып берді, құрметті ағайын. Бірақ құлақтарыңызға алтын сырға болсын. Әрбір шыққан тілектен 4-5 адам сөйлесе, қалғанымыз қосылып белесек нұр үстіне нұр. Қазақта өте жақсы сөз бар, жақсы адам қосыла салады, қосыла шаппайды дейді, құрметті ағайын. Сондықтан үлкендеріміз сөйлеп, жастарымыз қосылып белесек жақсы болмақ. Енді мен кешіміздермен қарай жалғастырайық. Жаңа билеп жатқан кезде қасыма келіп фотоға түсіп, сен өзі Шымкенттен емессің ба? Сен өзі осы шақтың баласы емессің ба деп құрметті ағайын сұрап жарады осындағы ағайындар. Өзімді тойдың басында таныстырып өтейінші. Шәуілдірдің тумасымын, бір әулеттің тұлғасымын, Ерболханның мәпелеген ұлымын, бір Алланың құлымын. Жаңабайға жиен болам, Қоңырат деген ел болам. Бірде 70 бойым бар, үйленетін ойым бар, қызғарайтын уақыт жоқ, күнде заказ тойым бар. Көпшіліктің көңілін таба білем, бағым жанса жұлдыз боп жана берем. Алдарыңызда асаба Нұрболхан мен болам, баршаңызға дос, қыз берем десеңіздер, пожалуйста, басым бос ағайын. Той құтты болсын, сыйқымдар. Рахмет. Құрметті ағайын, енді байқап отырым, бүгінгі тойда біреуіңіз бір жерде бастық шығарсыздар. Біреуіңіз бір базарды тіреп тұрған шығарсыздар. Біреуіңіз бір әулеттің тіреп тұрған шығарсыздар. Біреуіңіз бір жерде бір кеңседе бастық шығарсыздар. Бірақ бүгінгі тойда мені асаба қып сайлағаннан кейін бүгінгі тойдың бастығы мен, құрметті ағайын. Мен ойнайық десем ойнайық, билейік десем билейік, маған бағынайық, құрметті ағайын. Мынау негізі тойға келетін қонақтардың екі-ақ түрі болады. Тойға келетін қонақтардың екі-ақ түрі болады. Мен сіздерге ара жігін ажыратып айтып берейін. Мына бір қонақ сынап келеді, подаркым жоқ деп жылап келеді. Саған берудің орнына сенен сұрап келеді. Тойға сағат 7-ге шақырсаң кешкі 9-да бір-ақ келеді. Тамададан микрофонды алып 1 сағаттан соң бір-ақ береді. Ал екінші қонақ сыйлап келеді, подаркысын жинап келеді. Сен подаркысын алмайым десең де саған қинап береді. Той үшін уақытын қиып келеді, үстіне әдемі көйлегін киіп келеді. Қыздар шашын жайып, әйелдер шашын түйіп келеді. Сөз сөйлеген кезде тұйық келеді, подаркысын жиып келеді, Алтынайдың бетінен былшылдатып сүйіп береді. Мұндай қонақтар әрдайым биік келеді. Сіздер бүгін Самат пен Алтынайды сыйлап келдіңіздер ме, құрметті ағайын? Естілмейді, сыйлап келдіңіздер ме, құрметті ағайын? Вот, сыйлап келсеңіздер, бүгін маған қарсы келмейсіздер, сөз сөйлеген кезде сөзді бөлмейсіздер, улап-шулап детсат болмай байыппен сөйлейсіздер, бір адам сыртқа мас боп шығып кетсе, артынан 10 адам ермейсіздер, тойдың жаман жағын көрмейсіздер. Егер жақсы қонақ болсаңыздар, жақсын ғана айтып, жаманын термейсіздер. Егер бұл заңды сақтамайым десеңіздер, пожалуйста, келесі тойға келмейсіздер. Егер келесі тойға келем дейтін қонақтар болса, қошеметпен көңілді тербейсіздер деп қойын. Той құтты болсын, құрметті ағайын.